Келесі алдарыңызда театрымыздың тағы бір тамаша актері Қанат Әлжапаров. Қарсы алыңыздар. Қошемет қайда, Астана! Қайырлы кеш, құрметті астаналықтар, сіздерді тәуелсіздігіміздің 25 жылдық мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Өсе беріңіздер, дамай беріңіздер. Енді шыны керек, біздің театрдың жігіттері қаншалықты Астана қаласын жақсы көретін білмеймін, бірақ менің өзімнің Астанаға деген махаббатым ерекше. Астананы қатты жақсы көремін. Дами беріңіз Астана. Өйткені біздің Астана қаласы еліміздің бас қаласы. Астана жас қала. Астана еліміздің жүрегі. Жасай берсін Астана! Үйстіп айтамын мен, көп бүкіл гастрольдерге шығамыз ғой, басқа қалаларға, үйстіп бүкіл қалалар үйстіп мақтаймын отырып алып. Сіздер еліміздің жүрегісіздер, Қызылорда, сендердің күріштеріңмен мақтанамыз. Шымкент нағыз қазақының ортасы, шапалақты ұрады ғой. Атырау, Ақтауға барып айтам, құрметті Ақтау, Атырау, сіздер еліміздің экономикасына үлестеріңізді қосып отырсыздар. Сіздерден мұнай шығады, газ шығады, жақсы көрем деймін. Уа дейді бәрі. Мен, конечно, газ шығатын жердің бәрін жақсы көре білмеймін, бірақ әйтеуір. Пайдасы газ болғасын, пайдасы бар газ болғасын жақсы көрем. Тәуелсіздік құтты болсын Астана. Құрметті көрермендер, мен осыдан 2 апта бұрын осы біздің Астананың аэропортынан, әуежайынан деп айтайын, түсінікті болу үшін. Енді айтайыншы, сіздер Астананың аэропортынан біздің қазағымыздың көк туын желбіретіп жүрген, біздің батыр қызымыз, туымыз желбіретсе болды ғой, батыр деп береміз ғой, түріне қарамаймыз. Олимпиаданың чемпионы Ольга Рыпакованы көрдім. Мен шын айтайын, өмірімде бірінші рет көрдім Ольганы. Енді телевизорден, былай енді ютубтан қараймын, енді радиодан жүгірген дауыстарын естимін. Бірақ енді мен енді Ольганы бар ғой, өмірімде бірінші рет көрген кезде менде қандай сезім болғанын мен тіпті жасыра алмаймын. Мен кәдімгі анандай жерде тұр, Ольга тұр көз алдымда. Құдайым, мына Ольга ғой. Ольга ғой деп айтайын десем, адам жоқ жан-жағымда. Жаймен барғым келді қасына. Енді сәл ұятсыздығымның арқасында бардым. Жай бардым. Бітіп, Ольга, сәлем деп қарамайды адамға. Ольга. Ольга апа деп беді. Кенгіру деп қоям біразына. Секіреді ғой. Ольга, жұлқайын десем, дөрекілеу болар деп жұлқыдым. Ольга дедім бір кезде, что случилось деп құлағына наушнигін алды. Күшті да адамға қарағаны бір сондай бір сөп-сүйкімді қыз. Бүйтіп қарап қалды, что деп. Привет, Ольга. Привет, дейді. Как дела? Нормально. Пока. Деп кетіп қалды. Бітті ғой ана жерде. Мен сұрақтар қойғым келді неше түрлі. Сен спортқа қай жылы келдің? Отбасың бар ма? Привет, пока, как дела? Мен бітіп қалды уже мен. Мен әрі қарай білімім жетпеді анаумен сөйлесуге. Мен Қызылордада бір досым бар, кішкентайымнан бірге өскен, Саид деген. Мен сол Саидқа риза боламын. Ол бар ғой, неше түрлі тілде сөйлейді ғой. Қазақша күшті сөйлейді. Орыс тілі өзін бір ана тілі сияқты кәдімгі сөйлеген кезде. Ағылшын тілінде емін-еркін сөйлеп, ойын жеткізе алады. Бір Африка болады ғой, бір мемлекеттер болады ғой, Африкада Конго, бір бәле деген. Солардың тілінде сөйлейді ғана бала. Дейді бізге. Сосын деп қоямыз, түсінетін адам ұсап. Риза боламын Саидқа. Мен бір Саид дейтін досым риза болатын, ол араб тілінде күшті сөйлейді ғой. Арабша жазалады. Өткенде мен WhatsApp-ма бір қысқа ғана арабша сөз жазып жіберді. Былай қарадым, түсінбегеннен кейін аумин деп жазып жібердім. Сонда арабшаны түсінбегеннен кейін ауминнен басқа ештеңе айтпайсың ғой мысалға. Сөйтсем маған звондап тұр, есің дұрыс па, арабша сен Қанат деген атың ғой дейді. Мен оған аумин деп жүрмін. Мен өзі арабша жазу көрсем аумин деп айту керек деп ойлаймын. Құрманның сыртын көремін де аумин деп оқи беремін мысалға. Сол досым айтады маған, Қанат дейді, сен 21 ғасырда өмір сүріп жатқан адамсың. Ең болмаса орыс тілін үйреніп алмайсың ба дейді. Мен бірақ оның сөзіне намыстанбаймын. Саидқа айтамын. Саид, сен біле білсең, қазақ тілі әлемдегі ең бай және үйренем деген адам үшін ол өте қиын тіл дедім. Қайта рахмет айт, мен осындай қиын тілде сөйлеп жүргеніме. Вообще сөйлемей қойсам не істейсің ал мен ал. Сөйлемеймін ал. Не айтасың ал дедім мысалға. Рахмет айт деп. Мен енді құрметті көрермендер сіздерге айтайын, біздің қазақ тілі өте бай тіл екен.
Америкалықтар, европалықтар өздерінше айтады ғой. Ой, біз первый сорттағы ұлттармыз, азиаттар, африкалықтар олар второй, третий сорт. Сөйтіп жүріп, олардың сөздік қорлары аз. Өсек айтамайды. Енді өсектерін бастаса, таусылып қала береді сөздері. Біздің апамдар деген азаннан кешке шейін өсек айтқан кезде бір сөзді қайталамай кетеді ғой. Бұрын естімеген сөздерімді күшті деп қаласың мысалы. Мен тағы да дәлелдеп берейін, біздің қазақ тілі өте қасиетті тіл. Біле білген адамға өте қасиетті тіл. Мысалға 1941-45 жыл қан майдан соғыс болып жатыр. Ленинград үшін шайқас. Бүкіл неміс армиясы Ленинградты қоршап алған. Бір адам далаға шықпайды. Ағай далаға шығып келуге бола ма? Болмайды, сонда бір немістер тұрып алған. Совет армиясына сол кезде рух беру үшін қазақтың ұлы ақыны Жамбыл Жабаев қазақ тілінде Ленинградтық өренім, мақтанышым сенедің, Нева өзен суларын бұлағымдай көремін. Бұл сөзді естіген Совет армиясы өздеріне рух жинап, бүкіл немістерді Ленинградтан қуып, Берлинге 200 километр қалғанда әрі қарай кете беріңдер деген ғой енді. Бұл біздің қазақ тілінің қасиеті. Енді мен сіздерге айтайын, мен тұрып жатқан ауылда бір қазақ тіліне деген берілген бір патриот кісі тұрады. Ол айтады, біздің мақал мәтелдер сендер түсінбейсіңдер дейді. Бір кішкентай ғана 2 ауыз сөз мақалдан бір кітап жазуға болады дейді. Сол өмір бақи мақалмен жүретін кісі анау. Сөйтті да үйіндегі бүкіл дүние мүлкін сатып жіберді ғой. Мал мүлкін бәрін сатып жіберді. Біз айтамыз, аға не істейін деп жатсың дейді. Атадан мал қалғанша тал қалсын деген деп, анадан түскен ақшаға ауылдың сыртына тал екті ғой. Семьясымен орманда тұрып жатыр мысалға. Бұл қазақ тіліне деген құрметі. Сосын біздің ауылда мынандай бір-бірімен соттасу деген жоқ. Біздің ауылда сөзге тоқтайды, тілдің қадірін түсінеді. Мысалы мен ауылда біздің әкем сондай бір баяғы билер сияқты кез келген нәрсені шешіп отырады. Мысалы 2 адам сиырға таласып қалады ғой. Менің сиырым жоқ, жоқ менің сиырым, жоқ менің сиырым, таңбасы бірдей, жоқ менікі де осындай деп әкеме келеді. Сосын әкем екеуін сабырға шақырып, 3 мақалын айтып, сиырды өзінікі қылып алады. Бұл деген біздің қазақ тілінің құдіреті. Біреудің малын өзіңдікі қылып алып тұрсың мысалға. Сосын бір жас семья бір ажырасып кетейін деп тұрған кезде мен әкем барады. Қосу үшін соларды. Жаудай жағаласып, несі бар екен біреудің семьясында, түсінбеймін. Бірақ барады. 3-ақ мақал айтады ғой келінге. 3-ақ мақал айтады. Кейбір сөзге түсінбейтін көкпеттеу келіндерге 5-6 мақал айтады. Вообще сөзге түсінбейтіндерді жібереді енді. Қой қайта қой дейді енді, сен керегің жоқ. Барады. Не болды келінжан? Қайға барасың? Үйге баратым. Неге барасың сен? Қайтып келген қыз жаман дейді. Ертең әкесі қарап етіп қаласың. Ат айналып қазығында бар дейді. Келетін жерің осы жер. Саған үйіндейлер тастай барып судайсың деген жоқ па? Отыр дейді. Ана байғұс келін содан кейін қыдырып та бармайды ғой үйіне. Бірақ кейде әкем жоқ кезде, мен мысалы сіздерге ойын шынымды айтайын, әкем жоқ кезде сондай жерлерге мен барам. Мені жібереді, асылдың сынығысың ғой деп. Андай мақалдарды қай жерге пайдалануды білмеймін мен шыны керек. Бірден кремда лоп-налып ұрам бірден келіннің бетіне барамда. Айналайын келін, ит жоқта шошқар өт деген. Етке сорпа бетке дейді. Адам көркі шөберектерін жинап алыпсың, кетіп қалады осымен. Дұрыс сөйлей алмасаң да қауіпті. Енді біздің осы қазақ тілінің дамып, өркендеп өсуіне Абай атамыздан артық үлес қосқан адам жоқ шығар енді. Мен сіздерге айтайын, Абай атамызды кішкентай кезінде әкесі медресеге оқуға жібереді. Балам оқысын, қазаққа еңбек сіңсін деп кигеннен кейін баласын білімін сынайды ғой Құнанбай атамыз. Тұрып алды баласына қарап, балам дүниеде ақ жақсы ма, қара жақсы ма деп. Сонда Абай атамыз ойланбаса, кіттай бала мысалы қарап тұрсаң. Әрине ақ жақсы дейді. Неге ақ жақсы дейсің? Қара жақсы. Өйткені сенің көзің қарашығымен көресің, жеп отқаның қаранан, шашың қара деп неше түрлі айтып отқанда, Абай атамыз, әке, сіз бұл сұрақты маған ақылмен қойып отырсыз. Ақыл дегеніңіз ми, мидың цветі ақ дегенде деп қанған ақсына жерде. Бірін сөзбен тоқтатып отқан мысалы қарасаңыздар. Не деген біздің қазақ тілі күшті. Мен енді әлі есімде баяда мектеп бітіргеннен кейін 1-ші курсқа оқуға түстім. 1 аптадан кейін үйге келген кезде әкем мені Абай деп ойлап қалды деймін. Келе салып білімін сынады ғой менің. Оқуың қалай, жақсы? Дұрыс. Абайдың шын есімі кім дейді балам? Ибрахим әке. Бәрекелді. Үйреніп қалыпсың дейді. Мен бұрыннан білем ғой енді оны. 300-дің басын қосқан хан кім дейді? Абылай хан. Ой, жарайсың. Жапонияның астанасы қандай ал дейді? Токио. Не істеп отыр деп қарап қалсам, кроссворд шешіп отыр мысалға. Мен білімді сынап отыр кезде кроссворд шешіп отырады жерде. Мен де кейде үйге барған кезде ұлым бар, қызым бар, Құдайға шүкір, балдарым білімін сынап көрем. Өткенде үлкен ұлымнан сұрадым енді, бір қазақ тіліне деген көзқарасы қалай бола, білем екен бірдеңе деп. Жай сұрадым. Балам, дүниедегі ең әдемі адам кім десем, бала ғой, ойланбай жауап бере салды, былай дейді. Дүниедегі ең әдемі адам, ол менің анам дейді. Маған айтып тұран ана.
ой балам дедім, сен ойланасың ау шамал дедім. Сенің анаң, менің әйелім, мен білемін ғой кімнің кім екенін мысалға. Қателеспе балам, әлі жассың, есіңде болсын. Дүниедегі ең әдемі адам ол менің анам. Екеуміз жарты сағат ұрысып қалдық ана жерде. Менің анам да менің анам болып қырылдық. Сосын әкемден сұрадым, әке, ақ қарасын өзің ажыратып беріңіз. Мынаның анасы әдемі ма, менің анам әдемі ма әлемде десем, маған қарап, ай сен де ойланасың ау шамал деді әкем. Онда осы жерден тоқтата қояйық дедім ғой. Осы жерден тоқтата салайық. Сенің анаңды қайтын табамыз қазір. Өзің жас 70-те мысалға. Екінші ұлымнан сұрадым сосын. Нұрали, ұлым, маған айтшы сен, дүниедегі ең тәтті нәрсе мен жұмсақ нәрсені айт десем, балам ойланған жоқ бірден. Дүниедегі ең тәтті нәрсе ол менің анамның сүті. Жұмсақ нәрсе алақаны дейді. Ой, бәрекелді дедім бірінші дұрыс, екіншіні ойлану керек. Оның қолын білем ғой. Сосын кішкентай қызымнан сұрадым. Енді қыз бала деген самар тәтті болады ғой, әкеге жақын болады. Оп-оңай сұрақ қойдым. Әлемдегі ең қатты нәрсе не деп қызымнан сұрадым. Тез келген қатты нәрсені айтса болды, дұрыс дейін деп тұрғам. Соны қыз басымен білмейді ғой. Ренжідім. Айқайладым жарты сағат. Неге білмейсің сен? Ана еркек болып аналар біледі, сен деген қызым бар деп мақтанып жүр. Не деген масқара, білімің жоқ. Жарты сағаттан кейін әйелім келді. Қанат тілі шықпаған қыздың мазасын алмашы деді. 2 жасар қызым миын жеп жатыр екен ғой, енді қайдан білейін. Құрметті көрермендер, сіздер дәл осы жерде отырып қазақ тілінде концерт көріп отырсыздар. Қазақша ойлап отырсыздар, қазақша түсініп отырсыздар. Бұның өзі сіздердің қазақ тіліне деген құрметтеріңіз. Тіліміз дами берсін, өсе берсін. Сіздерге деген ізгі ниетпен Қазақ тіл кафедрасының меңгерушісі Қанат Әлжаппаров. Екінші этаж 27-ші кабинет. Қанат Әлжапаров. Ау. Қанат Әлжапаровтың әзілін тыңдадық, енді Қанатқа бір сөздер берейік, тапсырам. Менің бір ұсынысым бар, бір қиын сөздер берейікші. Өмір естімеген, астрономический, геометрический, бірдеңенеңческий деген сияқты. Иллюминатор. Иллюминатор дейді? Иллюминатор. Қанбай интересесі ғой сен. Ау. Липопотап. Рипопотап. Гипопотап. Не айтыңызшы өзіңіз ал? Гипопотап, жазып қойыңыздар. Гипопотап тіпті. Гипопотат. Сосын. Пирамида. Автомат. Баспалдақ. Ау. Адыраспан. Осындай шамалы галош деген сияқты сөздер беріңіздерші. Жақсы, қандай қиын сөздер? Ау. Ертоқым. Қасық. Ғасыр. Қиын сөздер. Перпендикуляция. Ондай сөздерді менде бірінші тесіп тұрмын. Ау. Ракета. Ау, айта қойшында екінші ға. Так. Фоторинголог. Оторинголог. Отоларинголог. Жақсы. Иллюминатор. Гипопотам. Автомат. Баспалдақ. Ғасыр. Перпендикуляция. Ракета. Оторинголог. Оторингологты гинекологқа өзгертуге болмайды? Жақсы. Қанат, дайынсың ба? Көрейік енді. Соңғы сөздер қиын екен жамала. Иллюминатор. Негізі менің үстім қыстығын оқшиды десең. Қазында атырмын. Қалай басы қалай еді жаңағы сөз? Иллюминатор. Эльмира деген сияқты. Өткенде келіншегіміз маңдайды, осы Астанада жүрсем, Қанат сен срочно ауылға кел, сен ауылдың ақсақалдары шақырып жатыр дейді. Сөйтіп самолетке ұшып, мен самолеттен түсінген шығарсыздар, самолетке мініп алып ауылға қарай басып баратырмын. Мен не уайымдап баттым, иллюминатордың терезесіне қарап еді. Мен неге шақырып жатыр екен, не бүлдірдім? Біздің ауылдың шалдары енді сот қой таза отырған. Не бүлдірдік қойым екен деп, ана иллюминатордан қараймын, мына иллюминатордан қараймын. Сөйтіп Қызылордаға қондық айтып, зорға деп күшті қондық. Сөйтіп ауылға бардым. Барсам әкімшілікте бүкіл ауылдың шалдары күтіп алған екен. Бірінің сақалы бар, бірінің сақалы жоқ. Айналайын Қанат сені күтіп отыр дейді. Неге десем, біздің ауылға әкім керек дейді. Енді әкім керек болса Астанадан шақырып алғандар не мені? Гипопотам. Сосын айтады, сен енді ауылдың әкімі бол, сенен басқа адам жоқ дейді. Ойбай дедім, мынау енді мен
сіздерге гипопотам ба дедім мен, шынымды айттым енді. Мен емес сіздерге гипопотам ба, мен аяқ астынан жүріп сахнада жүрген адам бір ол немене қалай ол сонда деп бір шал айтады, гипопотам деген не дейді? Ой, сендер өздерің не білесіңдер деп қойманаларға енді. Керек емес дедім. Мен енді болсам болайын дедім осы ауылдың әкімі, бірақ мен жейтін бірдеңе бар ма деп қоймын енді. Автомат. Сосын айттым, енді негізі менің автомат болып жүре берген дұрыс еді, бірақ әкім болған кезде мен уайымдайын дедім, аталар қалай болады екен деп. Сол кезде бір шал тұрып орнынан тұрып айтты, бол сен деді, қорықпа деді. Баспалдақ. Сен айтты, үйсті баспалдақ арқылы көтеріліп облыс әкімі қылып жүреміз сен деді. Оған шейін тұрсаңдар сендер деп қоямын оларға. Ғасыр. Сосын айттым, мен енді әкім болайын дедім, бірақ мен бір ғасырда, 2 ғасырда дүниеге келетін әкім боламын мен дедім. Неше түрлі істеймін ауылға дедім. Не істейсің ал дейді? Перпендикуляция. Перпендикуляция істеймін ал, не істейсіңдер ал дедім ауылға. Қойшы деп қойды. Ойбай, мына баланың істемейтін жоқ осы. Соны бір шал айтады, осындай біздің ауылға перпендикуляция керек еді как раз дейді. Мына көрші ауылдарда сондай бірдеңелер бар дейді. Болды дедім, уайымдамын. Ракета. Сосын айттым, ауылдан ракета ұшырамыз ба демей, қойшы деді. Сол Байқоңырдан ұша берсін, сен ұшырған нәрсең ол қонамай сол жерде өзіміз қадалып қалармыз. Оторинголог. Сосын айттым, саған дедім, мен енді деп аналарға тұрып айттым да, оторинголог жағынан қалай қарайсыздар деп бір шал ат тұрды орнынан. Сен оторинголог, бірдеңелер, сырдеңелерді айтпашы, біз түсінбейтін сөздерді дейді. Ой, мыналар оқымаған ғой деп па мыналарға. Осы әпеден жаңағыдай салайын деп тұрған адам едім ауылға мысалы, үлкен көп. Сөйтіп не керек, әкім болып сайландым. Бүкіл шалдар батасын берді. Ана жерде бір атамыз әйтеуір өзінің өлеңін оқып, болды ма? Болды. Сөйттім. Қанат Әлжапаров, қошеметтеріңіз. Басқа сұрақтарыңыз жоқ па? Ой, бар, болды, кәдімгідей әкім болыпсың ғой.